адамдардың болушы еді бұрын сұсы. Ол әрине ақыл мен білім сұсы. Пенде екі мінезбен туат депті Абай деген қазақтың білімдісі. Біріншісі тек ішсем жесем дейді, кеңірдектің қылқылдап қырындысы. Келе сала шайды да төңкерді ғой, азық сұрап отырау мұның діші. Екіншісі білім мен ғылым іздеп, бойыма дарсын дейді ғылым күші. Ішетіні апельсин сығындысы, ойды қайдан бойының мығым күші. Жаныма жалпайып кеп жайғасыпты, табиғаттың тосын бір туындысы. Ойлауды қайдан бірақ ағайындар, шайнаудан жалықпаған мұның түсі. Үрген шардай отырыс мынау енді, шалбарының шатынап тігіндісі. Бағана Абай айтқан қос мінездің бойында болу керек бір үлгісі. Шалқарбайдың шамасын көрдіңіздер, қайсына келеді мұның түсі. Екіншіге ешқандай сәйкестік жоқ, не де болса мұныкі біріншісі. Ау мекені салқын бөлме сары диван, үйіне әрі қожа әрі мейман. Шалқарбай деген құрдас осы ағайын, үлкендеу жаратылған жағы мидан. Пульттен ауыр нәрсені көтермейтін жатыстың қасшы бері жаны бейғам. Мұрнына бауырсақтың иісі келсе, бойынан жоғалады сабыр иман. Майды кесе ішеді кем дегенде, объемы 3-5 камыридан. Не жейміз деп отырып күпті болып, мезейміз деп аузына дәрі құйған. Кешке 4 аспиринді тартып алады, кішкене сұйылтсын деп қанын ұйған. Шайқап шайнекпен төңкіреді, шайқаған бай кеселеп жары құйған. Тәуелсіздік тойында жолықтығау, кездескендей мешкеймен арық имам. Егемен елдік тойы құтты болсын, үзілген күн бодандық кәрі бұйдан. Әй бірақ ондайды көп қақпайды бұл, ағайын айтқан сөзге анық илан. Шақаңдарда мемлекеттік мереке жоқ, шала тойған күнінің бәрі мейрам.